Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғат ресурстарының жіктелуі. Оқу мақсаттары: табиғат ресурстарды жіктейді, табиғат ресурстарын таралу заңдылықтарын талдайды. Су ресурстары, биологиялық ресурс, минералды ресурсы, жер ресурсы. Табиғат ресурстарының жіктелуі. Табиғат ресурстары екіге бөлінеді: сарқылатын және сарқылмайтын. Сарқылатын табиғат ресурстары қалпына келетін, қалпына келмейтін. Сарқылмайтын табиғат ресурстары ғарыштық, су, жел, ауа массалары деп бөлінеді. Енді оқулықпен жұмыс істей арқылы балалар семантикалық карта толтырады. Мерде табиғат ресурстары жазылған, сол жерде қай табиғат ресурсы қайсына кіретіндігін белгі арқылы белгілеп отырады. Сарқылатынға қайсысы, сарқылмайтынға қайсысы, қалпына келетінге келмейтіндіге қайсысы екендігін оқулық арқылы белгілеп отырады. Енді табиғат ресурстарының жіктелуі. Міне табиғат ресурстарының жіктелуі не жатады? Қандай табиғат ресурстарының түрлерін біз білдік. Минералды табиғат ресурсы су, жер, агроклиматтық, рекреациялық және биологиялық. Енді қорытындылай келе, әр табиғат ресурсының таралуына байланысты оның географиялық орнына, сол жердің климатына, табиғат жағдайына, жерінің геологиялық құрылымына, жер бедерінің тағыда басқа факторларға әсер етуіне байланысты мына географиялық диктантты толтырады. Сабағымызды қорытындылай келе. Мына кері байланыс, үйге тапсырма. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.